Көпшілік сұрап жатады, баланың сарғыштығын қан анализін тапсырмай қалай көре аламыз. Яғни бұған арнайы билитест деген аппарат бар. Оны міне арнайы аламыз, перчатка киіп алдық. Және де мына үшін ашамыз. Арнайы салфеткамен сүртіп аламыз. Обработка істеп. Стерильді. Енді міне аппаратымызды қосамыз. Енді міне мына жерде экранда көрсетіліп тұрған 3 өлшемді өлшейміз. Яғни ең бірінші бізде кетеді беті мен көзінде сарғыштығы кетеді, ең соңында бет аймағында. Сол себепті біз ең бірінші мына нәресте біздегі 16 күндік нәресте міне маңдайына, денесіне, именно маңдай бөлігіне тіке бағытта қойып өлшемді міне бірінші 144, екінші бет аймағына 142 және мына үшінші аймақ кеуде тұсы өлшемді. Яғни бізде 3 өлшемнің ортағы 142 көлемді шығып тұр. Бұл жерде кейбір өлшем бірлігі болады, 14-2 деп шығуы мүмкін. Ол кезде оны 10-ға көбейтеміз. Мысалға 14 шығып жатса. Ал енді бізде бұл жерде дайын өзі өлшем бірлігінде көрсетіп тұр. Бізде баланың 12 күндік нәрестенің сарғыштығы көлемі